Hi everyone, welcome to Learn Easy English channel. In today's lesson, I will explain difference between for and to me or for me. Before watching video, don't forget to subscribe my channel and keep watching. Сәлем баршаңызға, бүгінгі сабақта to және for шылауларына тоқталатын боламыз. So, to and for are some of the most common prepositions in English. You see them everywhere in almost every sentence. That's what makes it so frustrating to get them mixed up. After all, the for and the to difference isn't exactly easy to understand. To және for шылаулары ағылшын тіліндегі басты шылаулар болып табылады. Біз оларды барлық жерде, яғни барлық сөйлемдерде кездестіреміз. Біз бұл шылауларды барлық жерде, яғни барлық сөйлемдерде кездестіреміз. Ал енді бүгін осы екі шылаудың қай жерде қалай дұрыс қолданатындығын үйренетін боламыз. So, let's get started. When to use to. To сөзі өте көп сөйлемдерде кездеседі. Оны мысалдармен қарастыратын болсақ, алдымен to сөзін біз тағайындалған орында, яғни бағытты айтқан кезде қолданамыз. Мысал үшін, we are going to London, яғни қазақ тіліндегі ға, ге, қа, ке деген шылауларға сәйкес келеді. Біз Лондонға барайын деп жатырмыз. To London, Лондонға. They are going to the zoo this weekend. Олар осы апта соңында зоопаркке барғалы жатыр. I will go to the cinema tonight. Мен түнде киноға барамын. Келесіде to сөзі уақытты, сағатты айтқан кезде қолданылады. Ағылшын тіліндегі сағатты айту туралы видео сабақ каналымызда бар. Астына ссылкасын тастап кетемін. Кіріп толық қарап шығуларыңызға болады. Мысал үшін, it's 20 to 3. Үшке 20 минут қалды. Бұл жердегі to сөзі қалды дейін деп аударылады, яғни үшке дейін 20 минут бар деген сөз. It's a quarter to 4. Төртке 15 минут қалды. The shop is open from Monday to Saturday. Дүкен дүйсенбіден сенбіге дейін ашық. Яғни from Monday дүйсенбіден to Saturday сенбіге дейін. The restaurant is open from 9 a.m. to 10 p.m. Ресторан, яғни мейрамхана таңғы 9-дан түнгі 10-ға дейін ашық. Келесі to сөзін екі адам арасындағы дерексіз байланысты айтқан кезде қолданылады. Мысал үшін, he is married to his best friend. Ол өзінің жақын досына үйленген. Яғни ол жақын досымен өзінің арасындағы байланысты көрсетіп тұр. This is Anna, assistant to the regional manager. Бұл Анна аймақтық менеджердің көмекшісі. Яғни Анна мен оның бастығының арасындағы байланысты көрсетіп тұр. Келесіде to сөзін біз екі затты бір-бірімен салыстырған кезде қолданамыз. Мысал үшін, I prefer play volleyball to working. Мен жұмыс жасағаннан гөрі волейбол ойнағанды ұнатамын. I prefer traveling to sitting at home. Маған үйде отырғанға қарағанда саяхаттаған ұнайды. Яғни бұл жерде үйде отырумен саяхатты салыстырып тұр. High school is easy compared to college. Орта мектеп колледжге қарағанда оңай. Салыстыруға байланысты басқаша видео сабақ каналымызда бар. Астындағы ссылкаға кіріп қарап шығуларыңызға болады. Келесіде to сөзін бір затты екінші адамға берген кезде қолданамыз, яғни орын алмасқан кезде. Мысал үшін, I gave the book to my sister. Мен кітапты әпкеме бердім, яғни кітап бір орыннан екінші орынға алмасып тұр. Give it to me. Оны маған бер. I sent a letter to my friend. Мен досыма хат жібердім. Яғни бұл жерде де to сөзі ға, ке деген шылауларды білдіреді. Next, reason. Describing why something happened. Келесіде to сөзін бір оқиғаның не үшін болғандығын, не үшін жасалынғандығын айтқан кезде қолданамыз. Мысал үшін, I came here to see you. Мен бұл жерге сені көру үшін келдім. Яғни не үшін келгенін айтып тұр, сені көру үшін де. I started learning English to get a job promotion. Мен жұмысқа орналасу үшін ағылшын тілін үйрене бастадым. Яғни менің ағылшын тілін үйренудегі мақсатым бұл жұмысқа орналасу, себебін білдіріп тұр, не үшін ағылшын тілін оқығандығымды. Келесі мысал, I study so much to get good grades. Мен жақсы баға алу үшін
көп оқимын. Яғни мен не үшін көп оқимын? To get a good grades. Other main uses to infinitive. To сөзінің басқа негізгі қолданылуы бұл infinitive, яғни негізгі түбір етістіктің алдында келетін to сөзі. Мысал үшін, I want to be a doctor. Мен дәрігер болғым келеді. To сөзінің қолданылуы сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Ал келесі бізде for сөзі. For сөзінде біз көп сөйлемдерде кездестіреміз. Осы for сөзіне байланысты видео сабақ каналымызда бар. Кіріп қарап шықсаңыздар болады. Алдымен біз for сөзін benefits, яғни бір заттың бізге не басқа адамға пайда беретіндігін айтқан кезде қолданамыз. Мысал үшін, this information is important for me. Бұл ақпарат мен үшін маңызды, яғни бұл ақпараттың маған қандай да бір пайдасы бар, яғни пайданы айтқан кезде for сөзін қолданамыз. Бұл жердегі for сөзі үшін деп аударылады. Келесі, I bought a gift for you. Мен сен үшін сыйлық алдым. Яғни бұл сыйлық сенің көңіл күйіңді көтеру үшін, яғни саған бір пайда беру үшін деген сөз. Ал тағы да бір осы for сөзін біз бір заттың зиянын айтқан кезде қолданамыз. Мысал үшін, smoking is bad for you. Темекі шегу сен үшін жаман, яғни сен үшін зиянды деп айтып тұр. For also indicates period of time. For сөзі уақыт аралығын айтқан кезде де қолданылады. Мысал үшін, I have worked here for 5 years. Мен бұл жерде 5 жыл бойы жұмыс істеймін. Яғни бұл жердегі for сөзі бойы деп аударылады. We have taught at this school for a long time. Біз бұл мектепте ұзақ уақыт бойы сабақ береміз. Келесі мысал, they have been married for 10 years. Олардың үйленгеніне 10 жыл болды, яғни олар 10 жыл бойы отау құрып келеді. It's rained for a week. Бір апта бойы жаңбыр жауды. Next, also when we talk about schedule, we use for. Жоспарлау, болашақтағы жоспарланған келісімді көрсету үшін де біз for сөзін қолданамыз. Мысал үшін, I made an appointment for April 5. Мен 5 сәуірге кездесу белгіледім. Яғни, бұл жердегі уақыттың алдында for сөзі қолданылады. I have a dentist appointment scheduled for Monday. Менде дүйсенбіде жоспарланған тіс дәрігермен кездесуім бар. Келесі тағы бір мысал, my flight is scheduled for May 3. Менің рейсім 3 мамырға жоспарланған. Яғни болашақтағы жоспардың уақытын айтқан кезде осы for сөзін қолданамыз. Next, reason. We also use for to express reason. Яғни біз for сөзін белгілі бір себепті айтқан кезде қолданамыз. Яғни бір іс-әрекеттің не үшін жасалынғандығын айтқанда қолданамыз. Мысал үшін, I came to the store for milk. Мен дүкенге сүтке келдім. Яғни дүкенге келудегі мақсатым ол сүт алу. Келесіде for сөзін тағы да біз бір мақсатты, яғни бір затты істеудегі мақсатымызды айтқан кезде қолданамыз. Мысал үшін, I watch videos for improving my language. Мен видеоларды тілімді дамыту үшін көремін. Яғни не үшін көремін? Бұл жердегі мақсат, ол менің тілімді дамыту үшін. Келесіде for сөзі agree with, яғни бір нәрсеге келісімді білдіргенде қолданылады. Мысал үшін, are you for against this situation? Сіз бұл жағдайға қарсысыз ба, әлде қолдайсыз ба? Яғни за деген сөзі білдіреді ғой. Келесі for сөзін біз алғыс айтқан кезде қолданамыз. Мысал үшін, thank you for your help. Көмегіңіз үшін рахмет. It's not much, but I am grateful for what I have. Бұл көп емес, бірақ мен де бар нәрсеге ризамын. Яғни алғысымызды айтқан кезде for сөзін қолданамыз. Келесі, for және де to шылауларының екеуі де қолданылатын кездер болады. Қазір соларға тоқталатын боламыз. Жаңа айтып өткенімізде for және де to сөзі себепті айтқан кезде қолданылады дедік. Яғни бір заттың, бір оқиғаның не үшін болғандығын айтқанда қолданылады. Бірақ екеуінің арасында екі түрлі айырмашылық бар. Егер де біз себепті айтқан кезде to сөзін қолдансақ, to сөзінен кейін біз етістік қолданамыз, яғни verb. Ал for сөзінен кейін біз noun, зат есімі қолданамыз. Мысал үшін, I went to the store to buy milk. I went to the store for milk. Мен дүкенге сүт сатып алу үшін бардым. I went to the store for milk. Мен дүкенге сүтке бардым. Бұл жердегі to сөзінен кейін buy сөзі келіп тұр. Бұл сатып алу етістігі. Ал for сөзінен кейін milk сөзі келіп тұр. Бұл сүт, яғни зат есімді білдіреді.
Тағы бір мысалға тоқталатын болсақ, he's studying English to talk to his American friends. He's studying English for work. Ол ағылшын тілін америкалық достарымен сөйлесу үшін үйреніп жатыр. Ол ағылшын тілін жұмыс үшін үйреніп жатыр. Бұл жердегі to сөзінен кейін talk етістік келіп тұр, ал for сөзінен кейін work зат есім келіп тұр. Келесі мысал, my friend gave the book to me. My friend gave the book for me. Менің досым маған кітапты берді, яғни ол орнына алмастырып тұр, кітаптың орнын. Ал my friend gave the book for me, менің досым маған кітап берді, яғни ол маған кітапты сыйға берді деген мағынада қолданылады. Келесі apologize сөзімен to және де for сөздері келеді. Apologize for something, apologize to someone. Яғни to сөзімен келетін болса, ол біреуден кешірім сұрау, ал apologize for бір нәрсе үшін кешірім сұрау дегенді білдіреді. Мысал үшін, I apologize for my mistake. Мен қателігім үшін кешірім сұраймын. Яғни my mistake бұл something. I apologize to my friends for being late. Мен досымнан кешіккенім үшін кешірім сұраймын. Apologize to someone. I would like to apologize for these problems. Мен мына мәселелер үшін кешірім сұрағым келіп тұр. Яғни apologize for something. You should apologize to customers if you make mistakes. Егер де сен қателіктер жіберсең, тұтынушыдан кешірім сұрағаның дұрыс. Яғни apologize for something, apologize to someone. Келесі travel to, travel for. Travel to somewhere, travel for something. Travel to дегеніміз бұл бір жерге саяхаттауда қолданылады, ал travel for бір нәрсе үшін саяхаттау. Мысал үшін, she is traveling to Italy. Ол Италияға саяхаттайын деп жатыр. I'm going to travel for work. Мен жұмыс үшін саяхаттайын деп жатырмын. I'm going to travel to America for meeting. Мен Америкаға жиналысқа барайын деп жатырмын. Яғни travel to somewhere, travel for something. Келесі wait for or wait to. Wait for someone or something, wait to do something. Яғни wait for сөзі біреуді немесе бір нәрсені күту, ал wait to бір нәрсені істеуді күту деп айтылады. Wait to сөзінен кейін етістік келеді. Мысал үшін, I'm waiting for an important phone call. Мен маңызды қоңырауды күтіп отырмын. Wait for something. I'm waiting to talk to the boss. Мен бастықпен сөйлесуімді күтіп отырмын. Яғни to сөзінен кейін talk етістік келіп тұр. Келесі мысал, can you wait for me? Сен мені күте аласың ба? Wait for someone. He is waiting to eat dinner. Ол кешкі асты жеуді күтіп отыр. Яғни to сөзінен кейін eat етістік келіп тұр. Тағы бір мысалға тоқталатын болсақ, I was waiting for the postman. Яғни wait for someone or something, wait to do something. To сөзінен кейін етістік келеді. Келесі ask сөзі. Ask сөзінен кейін біз for сөзін қолданамыз. Ask for something, яғни бір нәрсені сұрау. Мысал үшін, can I ask for a cup of coffee? Мен бір шынаяқ кофе сұрасам болады ма? I always ask for extra sauce on my pizza. Мен әрқашан пиццама қосымша соус сұраймын. Яғни ask to деп айтпаймыз, ask for деп айтамыз. Келесі belong сөзі. Belong сөзін біз to сөзімен қолданамыз. Яғни belong to someone біреуге бір нәрсенің тиісті екенін көрсеткенде қолданылады. Мысал үшін, this book belongs to me. Бұл кітап маған тиісті, яғни бұл менің кітабым. Who does this bag belong to? Бұл сүмке кімдікі, яғни бұл сүмке кімге тиісті деген мағынаны білдіреді. Belong to someone, belong for болмайды. Келесі care сөзі. Care for someone, яғни care сөзін біз әрдайым for сөзімен қолданамыз, яғни біреуге қамқор болу. Мысал үшін, she had to give up her job to care for her elderly mother. Ол өзінің қарт анасына қарау үшін жұмыстан босады, яғни жұмыстан шығуға мәжбүр болды. I care for my family. Мен отбасыма қамқор боламын. Келесі сөз prepare. Prepare бұл дайындалу дегенді білдіреді. Prepare сөзімен бірге біз әрдайым for сөзін қолданамыз. Яғни prepare for something, бір нәрсеге дайындалу. Prepare to деп айтпаймыз. Мысал үшін, we will need some time to prepare for the meeting. Жиналысқа дайындалуымыз үшін бізге біраз уақыт керек. I need to prepare for traveling. Саяхатқа дайындалуым керек. Яғни, I need to prepare
to traveling деп айтпаймыз, for traveling деп айтамыз. Осымен to және де for шылауларының қолданылуы сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Енді to-ды қай жерде, for-ны қай жерде қолданылу керектігін білесіздер деген үміттемін. Каналымызға жазылуды ұмытпаңыздар және де лайк басып комментария жазып кетіңіздер. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет.